Баршаңызға сәлем. Бүгін менің жаңа кухнямда, жаңадан фартық өзгертілген кухняма қош келіпсіздер. Және де осыған дейін алған барлық заттарымның барлығы осы кухняға сәйкестендірілген. Ақ, қара, сұр, даже сковородкамның өзі сондай түсте болғандықтан прям сондай сочетание болып кетті. И как ни странно, бүгін киіп шыққан көйлегімнің өзі сол түсте болып сәйкес болып қалыпты, оказывается. Енді қыздар, фартугымды тағып алайын, сол түске сәйкес фартук көп, бірақтан именно қара түсті мен өзімде жақсы көремін. Олай болса, бүгін біз сіздермен көптің сұрауымен, көптің сұранысымен, қалауымен осындай күшті бір сырниктардың рецептімен, завтрактың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындап, менімен бірге қолдап келе жатқан көрермендеріне үлкен алғыс білдіремін, және де жаңадан қосылған қыздарға қош келіпсіздер дегім келіп тұр. Олай болса, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып, менімен бірге дайындап, сұрақтарыңыз болса қойып, міндетті түрде каналымызға жазылып. Олай болса, тағамымызды дайындауға көшейік. Кеттік. Енді сырникті дайындамас бұрын сіздерге мінекей творогымды көрсеткім келіп тұр. Ол мінекей бізде осындай езіліп тұратын, өте рассыпчатый, сулы емес, өте сондай жақсы творогты, качественный творогты аласыздар. Ең бірінші очередь менде натуральный творог. Енді осыған біз көп мөлшерде қант салмаймыз, аз мөлшерде саламыз. Себебі қанттың суды шығарып жіберетін кез келген нәрсеге көп қант қосылса, ол өнімнің суы шығып кетеді. Сол себептен міндетті түрде аздау етіп қосасыздар, және де оған қосымша беретін, жаңағыдай қасына қосатын йогурт бар, варенье бар, неше түрлі сироптар бар, солардың қантымен дәмдірек болып түседі. Сол себептен міндетті түрде біздің сырнигімізге қантты көп қосудан қажеті жоқ. Және де біз жұмыртқа қосамыз, жұмыртқаның именно сарысын қосамыз. Не себепті? Себебі ағында да су көп болады, және ол ағы бізге сұйылтып жібереді. Ал мынау сарысы өте жақсы және де қою етіп нетеді. Сонымен қатар біздің сырнигіміз өте ұнды болып кетпес үшін, оны көп болып кетпес үшін міндетті түрде аз ғана мөлшерде ұн қосып жатырмыз. Мынау ұн бізде жасауға және формасын жасауға көмектесетін ұндардың бірі, және міне лопатканың көмегімен бастапқыда араластыратын боламыз. Мінекей, енді олай болса, бүгінгі сырнигімізді бастаймыз. Қантымызды қосамыз, желтокты қосамыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай блендердің қажеті жоқ, тек қана осылай қолдың көмегімен мындай іртіктердің барлығын өзіміз кетіреміз. Блендер қатты сұйылтып жібереді, сол себептен блендерге жасағым келіп тұрған жоқ. Немесе өздеріңіз білесіздер, блендермен жасаймын десеңіздер де өз еріктеріңізде, бірақ сұйық болып кетпеу керек, өзінің формасын сақтап тұратындай болғаны дұрыс. Мінекей, қолымыздың көмегімен ары қарай ұн қосамыз. Творогтың дәмі сақталғаны дұрыс. Не себепті? Себебі енді бұл өнімнің өзі ұнды болмас үшін творогтың дәмін көп Творогтың дәмі сақталсын десеңіз, ұнын көп қоспаймыз. Сол себептен міндетті түрде инструкция бойынша, рецепт бойынша жасағандарыңыз дұрыс. Біздің творогымыздың өзі качественный болғандықтан, мінекей осылай қатты ірі емес, осылай майдаланып кететін жақсы творогты алуыңыз қажет. Весовой творог кәдімгі базардан сатып алдым. Весі қажет бізге барлығының көлемін бірдей етіп жасау үшін. Мінекей, басы осылай біріккеннен кейін. Байқап отырсаңыздар, ешқандай да ұнтақ қалған жоқ. Көмектердің барлығын осылай езіп тастаймыз. Келесі кезекте весыйдың көмегімен бірінші өлшеп аламыз. Мінекей, 60 граммнан алайық. Барлығын бөліп алайық, содан кейін барып формировать етуге
көшеміз. И осталжаем. Осындай идеальный сырниктер шығады. Байқап отырсаңыздар. И мынаның үстіне де кішкене сеуіп жібереміз. Жабысып қалмас үшін міндетті түрде. Қайтадан дөңгелетіп аламыз. Барынша. Осындай высокий, прям күшті сырниктер шығады.